Балапанға брудер жасайық, брудер. Өз қолымызбен ағаштан. 404 ағаш, рейкі. 4 штук метр жарымнан. Uzun стойкалары 5 штук 50 сантиметрден. Жалғасын қазір аламыз. Сосын сеткі. Бірде бір қаттысынан алдық. 1 метрлік. Мынандай қылып. Ұзындығын жүріш бар екен. Ұзындығын неше? 142 болып қалды. 142. Ені 53 сантиметрде. Сеткі саласың. Астына. Міне мана брудеріміздің шығып қоятқан есі. Сеткісі табаны, каркасы главный. 404. Общий ертең суммасын айтам, қаншаға шыққанын. 50 мыңға 60 мыңға сатып алғаннан гөрі мынау выгодный сияқты. 60-65 мың кеп тұр алдында бір брудерлер. Мынау дейтін. Мына сеткеге 2,5 мың кетті. Мынаған көп болса 4 мың теңге кетеді. Сосын фанерасына 2 мың теңге кетті. Басқа қазірге кеткендерін сосын айта қоярын. Общий. Бір есігін жасап отырық. Есігін былай қылып құрастырып, чтобы ана ойнап кетпеш үшін, ертең кетпеш сеткенің ортасында қалу үшін. Сеткі ортасында қалатын ана былай қазір үлкен шуруп жеп кетті. Торттық шуруп. Сосын мына жерге есік түседі. Мына жағына да есік түседі. Мына жағына закрытый есік, мына жағына открытый есік түседі. Онда қазір түсірем есікті. Жалпы коробкасы мынандай болып шықты. Енді жағын ойластырып отырмық қазір ғана несін қалай бағатын. Брудердің кормушкасын жасап отырмық, кормушкасын. Кормушкасы типі мынандай болып отыр, ағаштан. Где-то бектігі мынандай болады, бункер есебінде. Крышкасын несін жапқан айтаға түсірем. Брудер дайын. Іші мынау. Лотогының барлығы алынып, шейген. Жем салатында жеріне кормушка. Бірақ мына жағына салмайды, сыртынан салады жемді. Сонда тесіктермен қалдырдым. Кормушканы. Жем мына жерден салғанда мына уклонмен тұр. Өзі жайлап арқарта жылжып ішке түсіп тұрады. Керек жеріне арқарта жазғандайдан. Шамадан тыс түспейді. Лотогы. Размері метр жарымда 53. Метр жарымда 53 болып деді. Метр 43-те 53. Экономичный вариант. Жеңіл. Сосын көп материал керек етпейді. Үй жағдайында жасайтын брудер.